құрметті әріптестер. Мен Байғұлова Сәуле Әбілтайқызы, Талдықорған қаласы номер 20 дарынды балаларға арналған лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Қашықтықтан оқыту барысында сіздерге өзімнің бір сабағымды ұсынып отырмын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Соны анықтап алайық. Слайдқа назар аударыңыздар. Суретте кім бейнеленген? Дұрыс, Шоқан Уәлиханов. Балалар, сіздер Шоқан Уәлиханов туралы тағы не білесіңдер? Шоқан фольклортанушы, географ, этнограф, тарихшы, ориенталист, ғалым. Дұрыс балалар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Шоқан Уәлиханов, Жоңғария очерктері. Сабағымыздың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру. Жазба жұмыстарда теңеу, эпитет сөздерді қолдану. Осы сабаққа берілген жаңа сөздер: ағартушы, просветитель, атақоныс, земля предков, алғыр, способный, өлкетану, краеведение, танымдық, познавательный. Енді осы жаңа сөздермен сөйлем құрастырайық. Шоқан Уәлиханов ағартушы. Ол алғыр бала болды. Қазір өлкетану сабағы болады. Бұл сабақтан өзіме көп танымдық дүние алды. Келесі тапсырма балалар, мәтінмен жұмыс. Мәтінді тыңдаймыз, төменде берілген сұрақтарға жауап береміз. Қазақтың ұлы ғалымы, ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, этнограф, географ, фольклортанушы, суретші Шоқан Уәлиханов 1835 жылы қазіргі Қостанай облысы аумағында Сарыкөл ауданының Күнтимес қыстауында дүниеге келген. Шоқанның шын аты Мұхаммед Ханафия. Бала кезінен ақ қабілеттілігімен, зеректігімен дараланған, ол 5 жасына мұсылманша хат танып, жаза білетін дәрежеге жеткен. Әкесінің іс қағаздарына көмектесуге кішкентай кезінен ақ жараған. Шоқан бастауыш білімді Күнтимес қыстауындағы әкесі Шыңғыс ашқан мектептен алған. Сонда оқып жүріп өлең, жыр, аңыз әңгімелерді оқуға және хатқа түсіруге машықтанады. Көне шағатай тіліндегі дүниелерді тану, арабша, парысша оқу дағдыларын меңгереді. Әжесі Айғанымның да ықпалы көп болды. Шоқан әжесіне алуан түрлі ертегі, жыр айтқызып, сүйсіне тыңдайтын. 1847 жылы күзде Шоқанды әкесі омбыға алып келіп, кадет корпусына оқуға орналастырады. Оның рухани өсуіне орыс тілі мен әдебиет мұғалімі, қазақ, араб, парсы тілдерін білетін шығыстанушы Костелецкий, өркениет тарихы пәнінен сабақ берген Айдаудағы поляк, оқымыстысы Ганцевский, тарихшы Солоцкий, географ Старков секілді білімдар тұлғалар елеулі ықпал еткен. 14-15 жасар Уәлихановқа мұғалімдер болашақ ғалым, зерттеуші ретінде қараған. Кадет корпусын бітіргеннен кейін Шоқан Дербес Сібір корпусының штабында қалдырылып, 1 жылдан кейін Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Гасфордтың адъютанты қызметіне белгіленеді. 1858-1859 жылдардағы Қашқарияға сапары Уәлихановтың ғылым, ағартушы саласындағы шығармаларының жаңа белеске көтеріліп, дәуірлеп өсуіне жол ашты. Аз ғана өмірінде Шоқан Уәлиханов орталық Азия халықтарының тарихына, географиясына, фольклорына және қоғамдық саяси құрылысына арналған көптеген құнды еңбектер қалдырған. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Шоқан қай жылы туған? 1835 жылы туған. Ол қай жерде дүниеге келген? Қазіргі Қостанай облысы аумағында Сарыкөл ауданының Күнтимес қыстауында дүниеге келген. Оның балалық шағы қайда өткен? Оның балалық шағы Сырымбет тауының баурайында өткен. Бала Шоқанды кім тәрбиелеген? Бала Шоқанды әжесі Айғаным тәрбиелеген. Шоқан қалай хат таныған? Әкесі Шыңғыс салған мектептен. Кадет корпусында қай жылдар оқыған? 1847-1850 жылдары. Ол кімнің адъютанты болған? Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Гасфордтың адъютанты болған. Шоқан қай өңірлерді аралаған? Жетісу, Орта Азия, Ыстықкөл. Ол қандай танымды ақпарат жинаған? Ол Орта Азия халықтарының тарихы мен фольклоры туралы ақпарат жинаған. Шоқан орыс жазушысы Достоевскиймен дос болған. Ол 1847-1850 жылдары Омбыдағы кадет корпусында оқыған. Шоқан Уәлиханов дарынды суретші болған. Шоқанды әжесі тәрбиелеген. Енді осы сөйлемді сендер дұрыстап суреттерге сәйкес жаздыңдар ма екен, көрейік.
Иә, дұрыс, сендер дұрыс жазыпсыңдар балалар. Келесі енді ақпаратымыз дұрыс, мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын көрсетейік. Балалық шағы Сырымбет тауының баурайында өткен. Иә, дұрыс екен балалар. Ол Жамбыл облысында дүниеге келген. Жоқ. Әжесі Айғанымның тәрбиесінде болған. Иә, алғаш ауыл мектебінде орысша оққан. Жоқ, дұрыс емес екен. Шоқан орыс жазушысы Федор Достоевскиймен дос болған. Иә, дұрыс. Шоқан орталық Қазақстанды Жетісу мен Тарбағатайды аралаған. Иә, дұрыс. Енді келесі тапсырма балалар, 6-шы. Енді біз сендермен бірге Шоқан Уәлихановтың Жоңғария очерктерінен кішкентай ғана үзінді оқимыз. Сол үзіндіден балалар сендер эпитет пен теңеуді табуларың керек екен. Жоңғария очерктары осы Шоқан Уәлихановтың. Бұны арқылы Шоқан Уәлиханов бүкіл әлемге танылған. Енді осы үзіндіні оқиық. Менің саяхатым 1858 жылы 28 мамырда басталды. Бастапқы кезде біз Алтынемел бекетіне дейін Алатау бөктерінің тамаша аңғарларымен жүріп отырдық. Айнала жайнап тұрған қызылды жасылды қызғалдақтар, ұзын сабақты ақ ләйлілер. Керуен 25 шақырым жүргеннен кейін зәулім биік бәйтеректің саясына аялдап отырды. Бір сапарда керуенге Жанғазы сұлтан келді. Ол шатырға семіз қазыдай байпаңдап басып кірді. Душеден балалар біз эпитет пен теңеуді табайық. Эпитет дегеніміз ол заттың, яғни құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын бейнелеп көрсетеді, иә? Сол сөз табайық, дұрыс балалар. Ол бізде қызыл жасылды қызғалдақтар. Қызғалдақтар қандай? Қызылды жасылды. Ақ ләйлілер, дұрыс. Ләйлілер қандай? Ақ. Сабақтары қандай? Ұзын. Міне бұл эпитет. Заттың айқындап көрсетті. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал енді тағы да теңеу табайық. Семіз қаздай байпаңда. Дұрыс, семіз қаздай. Теңеу ол затты, нәрсені, құбылысты, немесе заттың, құбылыстың белгісін, қасиетін, сапасын көрсететін көркемдік ұғым. Теңеу дай, дей, тай, тей жұрнақтары жалғану арқылы жасалады екен. Сендер дұрыс таптыңдар. Семіз қаздай. Шокан Уәлиханов, путешественник, этнограф, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана. Шокан Уәлиханов, саяхатшы, этнограф, Шығыс Түркістан, Қазақстан, Орта Азия халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеген. 21 февраля 1857 года Шоқан Уәлиханов был избран действительным членом Русского географического общества. 21 ақпанда 1857 жылы Шоқан Уәлиханов Орыс география қоғамның мүшесі болды. Собрал богатейшую коллекцию представителей растительного и животного мира Казахстана. Ол өсімдік және жануарлар әлемі туралы бай ақпарат жинады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздан біз білдік, Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тұңғыш ғалымы. Ол Жетісу, Ыстықкөл, Шығыс Түркістанды зерттеген. Шоқан Жоңғария очерктері арқылы әлемге танылды. Сонымен үй тапсырмасы. 9-шы тапсырма 142-ші бет. Ұлы ғалым деген тақырыпқа эссе жазып келесіңдер. Эссенің талабы эссе құрылысын сақтау, тақырыптан ауытқымау, өмірмен байланыстыру керек, өзіндік ой, тың пікір болу керек, көріктеуіш құралдарды ұтымды пайдалану керек, яғни эпитет пен теңеу сөздерін. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.